Үй шаруасының қағидаларын атам түсіндірген. Айдарбекованың келіні отбасылық өмірі жайлы айтты. Гүлзира Айдарбекованың ортаншы келіні Әйгерім Саркенова жұбайымен таныстығы, отбасылық өмірінің алғашқы жылдары жайлы айтты. Сөзінше енесі Гүлзира Айдарбекова жұмыс бабымен үнемі басқа қалада жүретіндіктен үй шаруасын дөңгелетуді қайынатасы Нұртас Айдарбеков үйреткен. Бұл туралы Стан.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. Әйгерім студенттік шағында белсенді болғанын айтады. Бойжеткеннің болашаққа жоспары көп болған. Алайда керемет жоспарларын жұбайы аян бұзған көрінеді. Оқу, ағылшын, дебаттар, жұмыс, спорт, саяхат. Ата-анамның арқасында менде барлығы болды. Оларға деген алғысымды білдіру үшін бұл өмірде өз орным бар екенін көрсеткім келді. Сосын осы жігіт пайда болып, менің басымды айналдырып алды. Иә, біз бір мектепте оқыдық. Жақсы дос болдық. Бірақ біраз есейген соң ғана кездесе бастадық. Табанды, өзіне сенімді. Өмірден не қалайтынын білетін. Қамқор аян көп ұзамай. Бас тарта алмайтындай ұсыныс жасады, деп ағынан жарылды Әйгерім Саркенова. Бұдан кейін Аян Нұртас пен Әйгерім отбасын құрып, Еуропаға балайына аттанған. Әйгерім жұбайын өзге қырынан танып білгенін, тіпті танымай қалғанын айтады. Әйтсе де, 2 жас алғашқы қиындықтарды еңсере білген. Балайынан үйге қайтып, осындай керемет отбасының мүшесіне айналдым. Өмірімнің жаңа бөлімі осы кезден басталды. Әкеміз айтқандай, Канаданың орнына ВХУ-ға оқуға түстім. Ол не десем, Высшее хозяйственное училище екен. Анамыз көбінесе жұмыс бойынша Алматыда болғандықтан үй шаруасының қағидаларын атамыз түсіндірген. Тазалықты қатты ұстайтын, тамақты қазақи және тек қолдан жасалғанын ұнататын. Басында сәл қиын болды. Оған қоса қазақшам да онша емес болды, дейді Әйгерім. Ол алғашқы кезде көп қателік жібергенін жасырмады, бірақ оған ата-енесі түсіністікпен қараған. Ал құрметті көрермендер, Әйгерім Саркенованың әңгімесі, яғни Гүлзира Айдарбекованың келіні білесіздер, Аянның келіншегі Қайрат Нұртастың бауыры. Әрбір жас келінге үлгі болатын оқиғаны баяндап берген екен. Тек махаббатпен емес, үлкен отбасыға сіңіп, жаңаша өмір бастау екінің бірінің қолынан келе бермейтінін баяндап бергендей болып көрінді маған. Әйгерімнің Канаданың оқуының орнына дейді, ВХУ-ға түстім деуі, әзілмен айтылғанымен, өмір шындығын көрсетеді, дәл көрсеткендей болды маған. Жас қыз арман қуып жүрген жерінен бір сәтте үлкен отбасының ұйытқысына айналған. Мен соған ризамын Әйгерімге. Ең әсерлісі оның қайнатасынан үйренгендері. Көп жағдайда білесіздер, келіннің енесімен қарым-қатынасы айтылады. Көбінесе солай емес па? Ал бұл жолы атасының рөлі ерекше болып көрініп тұрмаған. Бұл әрине қазақ отбасының мейірім мен тәрбиеге негізделген жақсы үлгісі деп санаймын. Әйгерімнің басында білесіздер ме, айтқан еді, қазақша сөйлеуде қиын болғанын ашық айтқан еді. Меніңше бұл да бір шынайылықтың белгісі. Бірақ ол тырысып, қазақ тілін үйреніп, психологиядан курс оқып, өзін дамытқан екен. Қолдан келгенше тырысқан ғой енді. Бұл үлкен еңбек, білесіздер, жауапкершілік және табандылық. Келінге ұрыспай, жұмсақ түсіндіріп, дұрыс бақыт берген ата-ене, әрине ол әрқашанда нағыз көреген жандар. Осындай үлгілі әңгімелер қоғамда көбейе берсе екен, Әйгерімдей сыпайы, білімді, ізденімпаз келіндер әр шаңырақтың бақыты болғай. Құрметті көрермендер, сіздерде аман болыңыздар, барлық жақсылықты тілеймін.